Мына жамағат мен біздің туған халқыбыздың тілі хақында сөйлегенім, аны видео қойғаным, хатта сыныпташлар, яғни орысша айтмышлы одноклассники деген шунда енді қарағаным, бірсі орысша айтмышлы комментарий yazған. Ола битараф түгіл, рахмет, халық yazып ята. Ол yazған, міне біз тілден нешік махрум болдық, шылай-шылай нәрсе деп. Мен айтасым келе, ол міне қойсы уақытта тігі ялт молни, яғни келіп шығада бір фикір. Шынасын яңадан сүне, оң, гіл нетіп тұрмай ол. Әгер де мен міне кімдір әзірек күлімсіреп тыңлайдыр, тігі қызып сөйле деп. Шынки қызып сөйлесең, нешіктір қан егіре башлай башыңда. Фикірлер келе, ойлай башлайсың. Ол тігі стресс кебек, шунда нешіктір ішлей башлай баш. Вот, шуны айтасы келе. Ол мәселен, мен міне үйде отырам тынышта. Бір мезгіл гына тек ялт-йылт етіп келе, бір фикір. Аны енді тігі сүйек ташылар бет, кеміріп ята әт. Шуны шекілі мәселен енді мен ойлап тұрам. Ойыма келді біраз шағыштырғанда. Мәселен, ауыл болды, татар ауылы. Бір татар мәктәбі, татар ауылында. Шаллы, ярты миллион халық, 250 мың адам. Бір мәктәп болды не барсы, ГЭС бистесінде. Ол тігі гидростроитель деген. Әлік 60-шы жылларда ма ГЭС түзгенлер, Нижникамскіге. Шуна көре ГЭС деп атағанлар нені бистені поселкін, яғни. Шунда, айтасым келе, шунысын. Хатта мен әні тігі депутаттыққа шыққанда бір абзы білен танышқан ем. Ол біздің үйінде сүт сатып тұрадыр. Дошлашықта бір уақытта мен аға үйіне барып, әйтем, ол тігі зәп бестесінде абзы мен әйтем кірдім. Алар мұндай ауыл шекілі шында бар. Шында кірдім де қонақ үйтті. Мені қызыл балық қойындыр алды ол уақытта. Қибат бейт. Қонақ үйтті. Шынасын мен әйтем, абый, мен депутаттыққа шығырға ойладым. Сен мене имзалар жиып бермейсің. Yok де мені қызыл балық ашатып, мені итәлмем де. Соңдан мен депутатқа шыққаш, бір уақытта мен енді не партылар йұртмыздық, тағы нәрсе депутатларын йұрттылар енді бізді түркім. Шында мен енді бір білен сөйлесіп кеттім де, ол мұнда бір зор қожалықның шаһардағы қожалықтың жетекшісі екен. Мен аңға айтам, айда танышық дегілай, бұлай телефоным, визиткім бердім. Үйге қайтсам, оңай шалтыратып ета, біз бет танышты, мені қоян. Сен де біздің әти білен де таныш бет достар де. Мен айтам, шул екен. Вот шуны айтасы келе. Ол шул татар мәктәбінде оқып шыққан. Бір гіне татар мәктәбі қалған. Шунасын тағы анда бір нәрсе хүкім жетекші ме, шул енді рәйісі хүкім. Нешек енді хүкімият ме, хүкімият. Қазір, yok хүкім жетекші, мәхкәмі. Міне сөз шабада кете. Қайсы уақытта мен білем, шол суд енді, шахар суды. Аны шахар суды жетекшісі, білесіз ме? Аптырадым, ол да шында оққан болған екен, шол татар мәктәбінде. Міне мен әттігі бізде редакцияда бухгалтер Исмет Шадри. Мене қарап емішті, мен танылған журналист болғаш, депутат болдым, алтын қалам, мақтанған деп айтмағыз енді, шуны чағыштырам шу. Ол мені біз оқи алмадық енді, татарша оқыдық, шына көре кіші болмадық дей главбух редакцияда. Так ол математический формулны язырға орысшада, татаршада, шетелда, инглиз тілінде де бәрі-бір енді нәрсе сен математиканда формуларын yazсаң не керек сен, анда мотор сөзлер керек не? Шуны айтасы келе. Алар татарша оқып, тура болғанлар, оқып шыққанлар, кіші болғанлар. Шул бір гіне татар мәктәбі, анда хатта сөйлейлер. Мен орыс мәктәбін yazған еме газетте, алар шатландылар. Шунда айтасы келе. Ол татар мәктәбінде, орыс мәктәбінде, гіл орысша шылды, орыс мәктәбі деп. Алар шынки алар татар іштимағы өзәкінің лидерлары жүрген орыс мәктәбін ашығыз. Міне нешек мәхсус орыс мәктәбі, мәхсус деп ашқанлар енді. Шуны айтасы келе. Шунда де жинайетшілік әзірақ де, мұндылары қарағанда, шынки тәртиплі де анда де, балалар де тәртиплі де, тәрбиеленелер алар де, milli традицияларда, ғадетлерді, ғұрып ғадетлерді, milli традицияларды тәрбиеленелер, шуңа көрі алар де, алай жинайетшілік қылмайлар де.
Менә шуны айтасы килә. Вот, шул бер мәктәпне калдырганнар 250 мең халыкка. 250 мең халыкка менә әле шуннан соң ачып җибәргәннәр берчә татар мәктәпләрен. Инде мине бер достым инде ул миңа әйтә, теге мин конференцияга бардым, Төркия бүтән дөнья яшьләр курылтаена бардым. Ул миңа әйтә, син чыгыш яса әле, менә мине балам ди, татарча укыйсы килде. Ә мин анарга барсам, анда урын юк ди мәктәптә ди. Ахырында шул теге Татарстанның мәгариф министры килгән шәһәргә. Шунда бу сабый баласын тегин янына җибәргән, теге барган да әйткән, абый, менә мин укыйсым килә татарча дигән. Шунда министр аны урнаштырган. Татарстанда турып кеше нителмәгән. Шундый менә хәлләр булды. Чөнки кеше аңлады татарлар. Укытырга яхшы икән ул. Анда тәрбиядә бер төрле, чит илгә барса да ул мәсәлән Төркиягә нәрсәме булды вакытында шул. Ни Төркия көчле монда, хатта гимназия нәрсәле ентем инде, гимназия түгел инде. Нәрсәләр ачтылар инде шулар алар булды. Милли гадәтләр нигезендә тәрбияләнгән бала ул минемчә инде күренеп тора. Алар икенче төрле. Анда минемчә сугыну да алай түгел. Әйе, аракы нәрсә алай түгел. Булсын урыс телендә, булсын урысның махсус русская специальная школа дип урыс телендә булсын. Булсын мәсәлән чуваш телендә, булсын татар телендә, булсын башкорт. Бездә менә якшәмбе көнне ничә общиналарның, хатта Азербайҗанның 3 укытучысы бар янда. Ничә бала, 45 баламы әле мин Азербайҗанга барганда сөйлидирим, Таҗикстанга барганда сөйлидирим. Алар тарихны, әдәбиятны, телне өйрәнеп, якшәмбе көнне укып чыгалар. Ни кемгә зыян китергән Азербайҗан малайы, Азербайҗан сабые кызы үз телендә укып, якшәмбе көнне үзенең тарихын белгән. Үз тарихын белгән. Иван Непомнящий родства дип урыс мәкале түгелме әйтеме? Һәр кеше үзенең ата-бабаларын белергә тиеш, ничә буыннан. Очратыгыз берәүне, син беләсең, ничә буынга хәтле исемләрен беләсең. Кем булды алар? Бу нигилизм булды, җәмәгать, нигилизм. Аны беләсезме? Тургенев, ул бер ягыннан тамырлары татар. Шулда язган бит әле Базаров хакында. Күрдегез, Базаров дигән. Базаров дигән аны нигилист мәсәлән килгән анарга. Ул нигилист әле, ул язучы Тургенев нигилистларны яратмаса да, язучы буларак ул объектив булган. Анда Базаров, ни, тагы нәрсә ди? Шул теге Кирсанов, онтым кызганычка каршы, әтиди либерал, дулкынланып ди, сикереп тора ди, нетә ди, абутик чәйме эчеп, әллә тәмәке тартыпмы, тыныч кына, пошмычы гына җавап биреп утыра ди. Салкын қан дип әйтәләр инде, хладнокровный, ягъни. Менә монда бу гореф гадәтләребездә нигилизм кирәкми. Мәсәлән, татар нинде укыта, ул бит урыс телен белергә тиеш, әйе, укыганда мәсәлән. Шунасын нинди халык арасында тора белсен. Белсен ул бүтән милләтләрендә. Бер кайчанда зыян булмас. Чөнки алар телендә өндәшсә барып, чөнки бара-бара укып ул бәлки кеше булыр да, җәмәгать. Шунда барып, алар телендә сөйләшсә, алар аны чын күңелдән ачык йөз белән кабул итәчәк, чөнки ул аларның ана телендә сөйләшкән кеше. Безнең әни мәрхүм рөхсәт булсын, тәрбияләгәндә безне гел шул искә төшерә, әйтәдер. Һөнәрне өйрән дә җирән. Берәүдә кушмый сиңа. Өйрән. Юлга чыкканда хатта теге бар бит Гогольда. Нәрсә ди? Веревка в дороге пригодится ди. Шуның шикелле сез менә җип. Ул кайчакта шул җип. Бер кайчан менә проблема булса, ул телдә кешегә мөрәҗәгать итсәң, бәлки файдасы, ярдәме күбрәк булыр анардан. Менә шуны белән тамамларга кирәк, чөнки вакыт бетеп бара. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, җәмәгать. Исән сау торыгыз.